Ал иман келтіріп, игі істер істегендерге келсек, олардың қонақжайы Фирдаус атты жанат бақшалары болады. Еліміздің келешегі үшін малы мен жанымен қызмет қылатын асыл азаматтарға жағдай қыламыз. Кім едім, қазақ деген ел едім, қанжармен тарап шашымды, қара шамды жебедім. Мен қазақ деген алдаспан, алаштың бас едім, омырауымды оқ тескен, оғыздың шеті жас едім. Бұлан бір санды бүредім, кеудеме намыс қайнатқан, астыма мінген жүйріктің желкесін желге шайнатқан. Алдымдағы дұшпанға ақ жебе болып атылдым. Мен қазақ деген баһадүр, мен қазақ деген батырмын. Мен қазақ деген баһадүр, мен қазақ деген батырмын. Бабалардың көзі жүрегімнің, әр командадан бір адамнан шығады. Жалғызымның өзі 62, 63, 64. Сіздерде мысал проблема жоқ екен. Бір-біріңізге айқайласпайсыздар, ұрыспайды да екенсіздер. Алла разы болсын, сіздер сияқты мен өмірім ақырына дейін ұмытпайтындай сондай бір жақсы өзіме сондай нәрселерді сіңірдім осы жарыста. Мүрдесі сарғайған анау әр төбе, ұрпақтың жолы ұлы жол, ұлт үшін өлу мәртебе. Атаның жолын қумаса айтпайды оны ұлым деп, ұлтым деп туған жігітке ұжданнан биік ұғым жоқ. Жүрегім жұмсақ баршана, пейілім дархан даладай, өмірім мөлдір бұлақтай, көңілім сәби баладай. Әр сөзім гауһар жақұттай, жұлдыздай жанған ғарыштан. Мен қазақ деген кемеңгер, мен қазақ деген данышпан. Мен қазақ деген кемеңгер, мен қазақ деген данышпан. Бабалардың көзі жүрегімнің сөзі, жалғызымның көзі. Жан жағында менде жатақхана медресе болады. Қазір бұл жерде саумал істейміз. Әнеде бассейндер істейміз. Мұсылмандар келіп шомылады, мұсылмандарға, жігіттерге бөлек бассейн, әйел қыздарға өз алдына бөлек. Әйелді қыздар шатырмен шатырап қоямыз. Әйелдер жеке құмға түсетін, не қылатын, ислам киіммен шомылатын жер өсіріп болады.